Математика пәні тақырыбы екі таңбалы сандардың ондық құрамы. Оқушылар, бірінші сыныпты еске түсірейік. Бірінші сыныпта біз бір таңбалы сандар және екі таңбалы сандар туралы мәлімет алдық. Бір таңбалы сандарға 6, 1, 7, 2, 4 деген сияқты сандар жатады. Себебі бір таңбадан құралған. Ал екі таңбалы сандарға 16, 21, 17, 42, 34 деген сияқты сандар жатады. Себебі бұлар екі таңбадан тұрады. Оқушылар, келесі суретке назар аударамыз. Бізде санау таяқшалары берілген. Оларды 10-10-нан жинақтап, буып, байлап қойылған. Бірінші кестеде ондықтар бөлімінде 10-10-нан 2 бума тұр. Ол яғни 10-ға 10-ды қосқанда 20 екенін білеміз. Бірліктер бөлімінде 4 таяқша берілген. Яғни 20-ға 4 қосқанда мәні болады 24. Екінші ортадағы кестеге назар аударамыз. Мұнда 10-10 таяқшадан 4 бума берілген. Яғни 10-ды 4 рет қосқанда 40 саны шығады. Бірліктер бөлімінде 2 таяқша берілген. Яғни 40-қа қосасың 2, мәні 42. Соңғы кестеге қараймыз. Соңғы кестеде 10-10-нан 5 бума берілген. Ал бірліктер бөлімінде таяқшалардан 5 таяқша берілген. Яғни 50-ге қосамыз 5, мәні 55. Оқушылар, бейне жазбаны тоқтатып, дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Көркем жазу керек екенін ұмытпа. Төменде берілген кітаптың 10-шы бетіндегі номер 2-ші есепті шығарамыз. Ол есепті шығару үшін мысалға назар аудар. Сандарды жазу керек. Яғни 5 ондық 4 бірлік. 5 ондық деген ол 50 саны, 4 бірлік деген ол 4 саны. 50-ге қосамын 4, болады 54.